Ассалаумағалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Біз Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Бүгін біздер үйдегі саяқтарды, аттарды бәрін шығарып жүретін болып жатыр далаға. Себебі ауа райы өте жылы, далада жүрсін. Біздің мақсатымыз қамаған негізі мына жерін үйреніп кету. Бірге жүрмей жүрді. Мына құлақ асқа, мына Алабайтал, мына Ақбақай, мына құлын 6 айынан жетім болған ғой. Осы жерін иншалла бауыр басты ойлаймын. Басқа саяқтармен жүретін болды. Қазір бірге жем жеп, шөп жеп. Және бұл сатылып кетті. Бір бауырым бар, өзім соған сатылды. Әзірге осы қорада болады. Әзірге декабрьдің 15-іне дейін далада жүреді. Сонда мақсат қойдым. Күн жылы негізінде, күн салқын болмайды деп жатыр. Аллах білуші енді. Сол себептен бұлар шығарып жүретін боламыз. Жаңа жемін бердім. Суын ішті. Көрсең қораның бәрін жинау керек мына жерде. Мына ішінде батпақ гүл бәрі. Сол қазір шығарып жібереміз далаға. Далада әлі шөп бар, көк шөп бар әлі. Сол ал кеттік ал. Мына жақта мат байланып тұр. Мына жақтан бөлек жем беремін маған. Өйтіп қума, арғай тұршы шен, арғай тұр деймін сен. Мін жағына тұр. Үркітте тұршы. Міндейші. Анжаққа жүгір, теске жүгір. Қуысқа жүгір. Кірізбе. Айда жүрем ба деген, мұны жақ қарай шығып кетті. Үйден алыстамай. Майт жақ қарай мына жерде майт бар, үйдің астында. Бұл жерде көрдің, жасыл шөп бар, соны жеп жатыр. Жасыл шөпті аңсап қалған ғой бұлар. Қайда жүру керек. Мына Санжар қайда дедім, кетіп батыр. Ал жақсы жолдарың болсын, жақсы. Осылары кетіңдер. Машалла. В общем, жағдай сондай. Аллаға шүкір. Алла Тағала бұларды қасқырдан, ұрыдан, жамандықтан, аурудан сақтай көрсін. Бұйыртса бүгін или кешке, или ертеңді тексереміз. Қай жаққа бақтап, қай жақта жайып жүр екен, соны тексеретін боламыз. Және арқада жирен айғыр шырамды қарайтын боламыз. Сол декабрьдің 15-іне дейін арқада болатын болар. Сол арқада жүрсін деп. Қазір көріп тұрса бізде әлі жасыл шөп бар. Бізде жаңбыр өте жақсы жауып тұр биыл күзде. Күнде жылынып кетіп тұр. Алдында тек қар жауып, қатты жел салқын болды. Бір 2-3 күн. Содан кейін бәрі жақсы болды. Сол ана жирен, мақсатымыз жирен үйреніп кетсе, бір бауыр басы бірге жүрсе, қамаған кезде бірге қамап аласын. Бөлім жүрсе, басқа саяқтармен ілесіп кетеді. Кім любой саяқтармен ілесіп кететін болса, қиын онда. Шауып барады еркіндікке болсап. Жақсы онда, бұйыртса бүгін или ертең түсіреміз. Алыстамаңыз, видеодан жалғасы болады. Тағы да ассалаумағалейкум. Бүгін келесі күні саяқтарды қарап қайтайын деп, Ақбақайларды бірге жүрмекен, қалай жүр екен деп, суық төбе келіп тұрмын. Ештеңе көрінбейді. Бинокль лақтырып қарадым, табылмадым. Қазір қара төбе бар, сол қара төбе көретін боламын жаққа қарай. Сол жаққа барып қарап беретін боламын. Сол жерден бинокль лақтырам, көрінбесе дрон ұшатын боламын бұйыртса. Кеттік ал. Нивыдан артық көлік көріп тұрған жоқпын, орыстың көлігін жақтап тұрған жоқпын, бірақ деген кісілер негізі көбінесе Хайлюкс пен Нивыны салыстырады ғой, бірақ Нивы жүретін жерде Хайлюкс өте алмайды жігіттер. Ашы шындық, ренжімеңдер. Көлік туралы айтып атқасын айтып тастайын деп. Ана көлігін аяйтын кісілер мысалға. Оны аямау керек, оны незетін аяйсың. Саласын, ақша келет кетеді. Сол себепті Төбеге келіп тұр, қара төбеге келіп тұр. Бұл жерде қарайтын боламын. Бұл жерде 3 адам жүр, білмеймін ағыр жүрген. Осы жел ба, жел көтеріп тұр. Бұлар көзге көрініп тұрған жоқ саяқтар. Қазір бинокльмен қарайтын боламыз. Қысқарып тауып алсам дым көрінген жоқ, егерімде де көрінген жоқ. Жирен айғыр саяқта да көрінген жоқ. Ана жерде Билайн тұсында Билайн көшіп бар, соның тұсында төбе бар, төбеге мінеміз қазір.
Мына жерге Белайын тұсына кетіп жатқанда Азамат бауырымның үйін көріп қалдым. Алдында қора қаман бір жабағын ұстап алғанбыз. 16 бас болып жүр. Қалғандар ар жағында жүр. Күнмен көрінбей тұрған бар сіздерге. Аллаға шүкір түгел. Арқайға барамыз, әнде жылқылар жүр. Ары қарай жүре береміз. Аман есен жүр екен бәрі. Ар жақта бір үйірле жүр. Оны қарап қайтамыз қазір. Не үйір екен. Сол кеттік ал жақсы. Жалғаса береді ары қарай. Мына Белайын вышканың қасында төбеге келдім. Ақбақайларын тауып алдым. Ол жерге жақындамайды еді, кетіп қалыпты ол жерге дейін. Сізге көріне ме, көрінбей ме? Көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма сіздерге? Міне жүр. Ақбақай көрінбей тұр, қалғаны көрініп тұр. Төбеге сайдың арасы жатқан бар, жақында барам ғой. Жылқылар жүрген үйлерді қарап алам. Аллаға шүкір, саяқтарын тапқан мақсатыма жеттім деймін бе? Қазір енді жирен айға тауып алсам, ұшырам. Жел соғып тұр. Ақбақайлардың үйінің жаққа жақындап қалды екен. Сол тіке шыққан тұр жапырттан бермем қарай. Сол қазір барып жақындап қарайтын боламыз. Міне түгел. Ақбақай қайда? Машалла жүр Ақбақай. Қашпаңдар. Мына төртеу түгел жүр екен. Шамалы ықсыр жүретін шығар үйге қарай. Үйге қарай деген суық төбе жағында жүрсе жарайды сол. Аман есен түгел. Енді арғай ана төбе бар, соған мінетін болам. Ана төбенің ар жағында жылқылар болады. Сол. Аллаға шүкір табылды бұлар. Кеше жүріп қойдым ғой енді, қайда кетеді екен бағыттан біліп алайын деп. Осылай жүре тұрады, бұйыртса декабрьдің 15-іне дейін күннің ауа райына байланысты бәрі. Ауа райы жақсы болса, жақсы болғанда жүре береді. Машина көрсетіп тұр отырсыздар ма? Машина көрсетіп еді. Негізі бір үркімейтін еді, бұрын үркімейтін малдар ғой. Қазір қуып үркті алғамыз. Дәл жүре береміз біздер. Неге қарай барайық? Төбеге барайық, жерен ары қарайық. Көрінбейді, мына төбеге шықтық. Ішке қарай кетіп қалды ма, су ішуге кетіп жатыр ма? Білмедім, мына жақпен айнап келдім суық төбемен. Осылай баратын осы бағытпен. Осы бағытпен барып кететін бар ма ағай? Бұл жақта рейс тұр. Примерно 6-шы рейсін тұсы ғой, ана жақ 7-шы рейс. Осылай қарай жүре береміз. Құстың ясы бар, соған жақ қарай барамыз. Мына жеп тұр ғой. Бұдан бастап қазір көреміз. Әзірге асау дрон ұшырып қарап отқан жоқпын, бұлай көзбен қарайын деп жел тұрып тұрғасын. Сол бұлайда қарай береміз ғой, кеттік ал. Сұлтан құрдас бауырымның үйірі. Сол кездесіп қалды жолдан. Арқаға шығып кеткен білеміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бас болып жүр. Бұрынғы жайылатын жеріміз жерге келіп жайылып жүр. Мына құстың ясы бар, соның қасында. Бұл жерде бір үйір жүр. Неге келеді? Бойка келеді, бойка үйірме жерін. Бұлардан арқаға шығып кетіп естідігеміз. Соған қарай барады шығарым қазір. Сол мекен, сол мекен. Дұрыс байқалмай тұр жаңа. Күн алдан дұрыс көрсетпейді. Құрдастың үйірі, дальше жүре береміз қазір. Ана үйірге барамыз, жерде үйір бар. Жерде бір екі нива жүр. Жылқы қамайын деп жүр ма, білмеймін, үйірлерін іздеп жүр ма. Екі нива болып шыққасын қамайды шығар, бірақ қазір бойканың үйірі болса түсірем ғой. Жаңаға үйірді қарадым, ол бойканың үйірі болмады. Асығыс болғасын кетіп бара жатырмын. Жирен шырам айғырды да көре алмадым бүгін. Келесі шыққанда дұрыстап қарайтын боламын. Асығыс болғасын үйге қарай кетіп жатырмын. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар, лайк бас, комментарий жазыңыздар. Баршаңызға ассаламу алейкум. Амандық кездескенше аман болыңыздар.